Ой, видео монтаж шаршап кеттім ғой, еще нәрсе бір заты шықпай жатыр. Барып соны дейлинен сұрап келейінші. А то мына видеоны монтаждау дейлинен үйренбесе қиын болып кетті ғой. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Флейс, қалайсыздар достар? Короче достар, мен бір видео монтаждап жатқам, и сол бір заты шықпай жатыр ма, бірдеңе болды, соны дейлинен барып сұрайын деп келе жатқам ғой. Короче, үйінде шығар деген ойдамын. Так, жоғарда өзбек комнатасында шығар, сразу өз комнатасына қарай кеттік. Дейлин! Ой, Дейлин! Басым ай. Дейлин, саған не болған? Ауырып атым мен. Не болып қалды? Температурамын бірдеңе отым. Дәрілерді әкелейін ба? Қалай? Врач шақырайын ба? Бәрі ішіп алдым мен. Нормально, тек өтіп кетеді. Ладно, онда жақсылап демап ал, тынық ал, мен барайын үйіме. Ё-моё, достар, Дейлин ауырып қалыпты ғой. Тезірек жазылып кетсін десеңдер, лайк басамыз. Так, енді үйге барып жағы проблеманы өзім шешім керек болды ау деймін. Ойбай! Дейлинге бару керек тезірек, срочно. Ауылды всегда осы Дейлин қорғайтын еді, бүгін ауырып жатыр. Дейлин, ауылды зомбилар басып кеткен. Не істесем болады? Қайдағы зомби? Ауылды айналасын барлығын зомбилар басып кеткен. Ё-моё, адам ауырып жатқандай келеді. Таға алмаймын мен. Мен өзім қорғайын, не істесем болады? Ана оружие бірдеңе керек маған. Шкафта тұр, сояқтан керек заттар алу. Мына шкаф ба? Иә. Достар. Так, онда по-быстрому киін аламыз, зомбиларға қарсы шығатын боламыз, достар. Так, Дейлин жоқ бүгін енді ауырып жатқан соң. Так, достар, қараңыздар, қалай киініп алғанын қараңыздар. Мини-пекка болдым. Так, қазір осымен шығып, барлық зомбилармен қырылатын боламыз ал. Воин готов. Ауылды бірінші рет қорғайын деп жатырмын, ал кеттік ал. Чё там, брат? Насой бар ма? Қаяқтан боласың, қарындас? Мана орың жостки ғой. Паразам шығасыңдар ма? Сендер не жабылып жатсыңдар? Ойбай. Кет. Чё, пацаны, ПВП? Мына орың саны көп слишком. Ойбай, кел ал, чё там? Мә саған. Ойбай, мә саған. Мұнда шық ал, не ауылға жабыс отсыңдар сендер, а? Мә саған. Чё там? Кет ары. Дейлин қалай справить етіп жүр екен, достар, қиын екен, өте қиын. Зомбилардың бәрі жабысып атса. Кел ал. Мә саған. Ойбай, түсіп кеттім ғой мен. Мә саған. Ойбай, қайсысың? Чё, духовистер, что ли? Мен паразам шам дейді. Менде Дейлиннің ученегім есі. Чё нафиг? Мә. Келіңе. Не қарап тұрсыздар, келің. Қайта бүгін жителдер үйінде болған айтыр. Сыртта жүрген жоқ, барлығы енді түн болған соң үйінде отыр, достар. Түнде келген айтамды, мына хитрый адамдар ұйықтап атқан кезде шабуыл жасап жатыр зомбилар. Дейлин ауырып қалды еще. Дейлин тезірек жарылып кетсеңіз десеңдер, давайте лайк басамыз. Ойбай. Мә саған. Тағы не істесем болады? Зелияларды ішіп алайын. Дұрыстың ба? Норық саны көп қой слишком. Бірақ мен Дейлиннің ученегі не сдаемся. Пока қыпымда кеткен жоқ қой. Жесткий броняда жүрген соң, достар. Чё там, параза? Комбо ударлармен айырып тастайсың ғой, короче. Ойбай, Мұна орын гопниктер ғой таза. Районский пацандар ау деймін. Районский зомбилар. Жителдер жоқ, достар. Главный сол, ешқандай жертва болмайды. Ешқандай житель өлмейді. Сол дұрыс главный. Түнде келгендер қандай жақсы болды, достар? Потому что бұлай таңғы уақытта келгенде жителдер мысалға зат жинап жүрген болса, жестко болатын еді. Қалай ұшырып атқанын қараң, достар. Дейлин сияқты ауылды қорғағым өтіп кетті ғой менде все время енді. Енді Дейлинмен бірге ауылды қорғайтын сияқтым ғой, достар, бірдеңе шабуылдаса все время. Так, бәрін ұшып жүргенсің ғой, короче. Комбо, жестко. Так, пистолетті атпаяқ бір екре, тарс. Чё там? Ойбай, все.
Жо там мен ұрайын дедіңдер ма? Оңбағандар. Мә саған. Мә саған. Мә саған. Бір бірлеп келіңші. Мә, хедшот саған. Мә саған. Мә. Короче, ауылда чуть-чуть қана зомби қалды достар. Енді Дейлин ауырып атқан соң бүгін мен қорғайтын болам ауылды. Бүгін мен ауылдың спасителі болам. Маған достар негіз аз келіпті зомбилар. Күнге қарай болған соң, типа Дейлин ұйықтап отыр, анау зат қыламыз деп ойлаған сияқты. Маса көп келетін еді негіз всегда. Осы жылы аз келіпті. Мә сендерге. Мә. Уйбай. Мә сендерге. Так, қашамыз. Мә. Ой, мынауың қазбегің ат марасық қо. Ойбай, мынау орын қайдан шыға береді? Толып кетті ғой. Мә сендерге. Дейлиннің ауылына ютуберлер қауысына шабуыл жасайын дейді ғой мына зомбиларың. Бұл жерде тек бір қорғаушы емес, қорықпайын, мен де қорғайтын болам енді. Мә сендерге, мә, толып кетті ғой достар. Мә. Бәрін ұшырып атқан соң достар. Жақындай алмай отыр ғой орын. Жалқ қысталы. Уя. Мен қырлам дедіңдер ма? Армандасың. Ошың есейін. Мұна орыңа атмарасы қой, бәрлігі жабылып отыр маған. Мен үйім алдынан кет. Не мен үйім алдында тұрсың, Мессенджер көрсетем, мен үйім алдында тұруға болмайды ашын. Ол жақта бәрін ішіп отқанша жоламаң үйіме. Бәрін шықса атмараз қол, бәріңді ұрырады. Тым жақсы ұйықтап атқанмысы мешайт етпен оған. Чо там? Мен ауылыма шабуыл жасауға қалай дәттерің бар, Мә сендерге. Өй, сен кімсің сен, Үндет да, Сен де гамбург айдашысың ба не? Мә. Мен үйім алдынан кет ары. Мешок. Так, пойди, бітті ау деймін да? Бір зомби алып қойыпты. Менде оқ бітіп қалды ма не? Мә саған. Мә. Короче, біткен сияқты ол зомбилар да? Бітті ма? Бітті ау деймін достар. Бой достар. Дейлиннің әдемі берген қару-жарақтармен ауылды қорғап тағансың ғой, короче. Дейлинге барайық енді сразу киімдерін қайтып берейік. Не болған айтып берейік. Тірі екенін айтып қойын. Ол қазір орнынан тұрып жүр, маған көмектескісі келіп. Есік жауайын. Всё. Аяғы жоқ болып көттірім екен. Дейлин. Амансың ба? Болады, нормально. Ауылды құтқарып қала алдым. Қайта жақсы болды, зомбилар түнде шабуыл жасап, жетілдер далада жүрген жоқ екен. Келді ма, қалай? Нормально, сен күндегі... Жоқ, мутанттар емес, тек зомбилардың өздері түнге қарай шабуыл жасағысы келген ғой, ауылға. Бірақ бір жақсысы жетілдер барлығы үйінде болды әйтеуір. Өлтірдің бе бәрін? Барлығын өлтірдім. Қару-жарақтарын қайтадан шкафыңа салып кетермін онда. Өзің алып болсаң да болады. Жоқ, мен енді қолданбаймын ғой, ауылдың защитнигі как-никак сен ғой. Жақсы, скорый шақыршы жаман болады. Ладно, қазір скорый шақырамын, достар. Так, достар, енді Дейлин қазір жағдай мәз емес, мен скорый шақырайын. Давайте, короче.